достарым, менің есім Ағман Забурқызы. Мен жақында жаңа мамандық иесі болдым. Мастер интеллект тренер супержама. Бұл жерде адам затқа ауадай қажет 8 жаттығудың адам өмірін өзгертуіне үлкен үлес қосатынын түсіндім. Сондықтан мен осы жаттығуларды игеріп, адамдарға қазір үйретіп, рахметтерін, алғыстарын алып жатырмын. Және өзімнің Facebook парақшамдарда, YouTube каналдарында бұл ақпарат 8 жаттығудың адамзатқа ауадай қажет екенін, адамның өмірін жақсартуына, табыстарын молайтуына, қарым-қатынастарын жақсартуына және әлемге үлестерін қосатын туралы қысқа ақпараттар беріп отырмын. Бүгін сіздерге YouTube каналына шығып отырмын. Енді 8 жаттығуды бұл дүниеге алып келген, негізін қалаған кісі туралы айтатын болсам, ол кісі өзі осы жаттығулардың көмегімен өзін жеке тұлға ретінде қалыптастырып, қазір миллиардер. Ол осы бүкіл әлемдегі адамзатқа пайдалы, қажетті 350-ден астам жаттығулардың методикалық түрлерін жинап, соларды жерде 400 000 адамдарды эксперимент түрінде өткізіп, өзі де өтіп, ғылыми түрде дәлелденіп және сертификаттарын алып, 2017 жылы әлемге жариялайды. Енді жақын арада өзіміз өмірге пандемия келгендіктен бұл осы интеллектуалдық жаттығуларды онлайн арқылы таратты. Соның арқасында мен де осы ақпаратты көріп, оқып, лицензиясын алдым. Ондағы мақсатым адамдарды өзін басқарып, өз табысын өзі молайтып, әлемге үлесін қоссын және ұрпақтарына көмегі тисін деген ниетпен қазір соны шынайы түрде жүректен жүрекке бөлісіп отырмын. Енді жаңа сол 350-дің ішінен 8 интеллектуалдық жаттығуды тіркесімен дайындап, дәлелдеп шыққан миллиардер ол Владимир Добкин. Ол кісі осы жаттығулардың арқасында өзін жеке тұлға ретінде қалыптастырып, әлемге аты белгілі миллиардер болған кісі. Енді ол туралы ақпарат көп, оқып алсаңыздар болады. Енді менің қазір осы жаттығуларды жасап, адамдарға үйретудің арқасында қазір менің денсаулығым жақсарды. Пандемия кезінде 3 рет ауырып, бірақ больницаға жатқан жоқпын, өзімді емдеп шықтым, бірақ сонда сол аурудың несі зардабы қалған еді. Осы жаттығудың арқасында қазір мен өзімді шынайы күлетін жағдайға, әзілдейтін жағдайға, көңілім көтеріңкі болып жүретін жағдайдамын. Енді осы 8 жаттығу қандай жаттығудан тұрады? Бірінші, ол күлкі жаттығуы. Оның белгілі бір адам өміріне өте қажетті пайдасы. Бұл дарақы күлкі емес, мысқыл күлкі емес. Бұл шынайы жүректен шыққан күлкі. Сол жасанды күлкі арқылы, шынайы күлкіге жету арқылы сіздер балалық шақтағы шынайы күлкілеріңізді қайтарып алуға мүмкіндік бар. Екіншісі, ол интеллект жаттығу, ол әрбір адамның ой сезімін бақылап басқару жаттығуы. Одан кейін патша мен патшайымның мүсіні атты. Сол мүсін патшайымды бола сезіне отырып, өзіңіздің осанкаңызды дұрыстауға мүмкіндік бар, денсаулықты дұрыстауға мүмкіндік бар. Одан кейін өзіңіздің өз сезімдеріңіздің есімін, одан кейін сырттағы улы ақпараттан сақтану, сау бол, аудио тренинг арқылы өзіңіздің мақсат ниеттеріңізге тез аратуға осы жаттығулардың көмегі тиеді. Ең соңғы сверхсен, ұлы мақсат. Ұлы мақсат деген не? Сіздің қазір алға қойған мақсатыңыз қандай мақсат?
ұлы мақсат па, әлде қарапайым үй айналасындағы мақсат па? Соны осы 8 жаттығуды өтіп, үйреніп, саналы түрде қабылдаған кезде сіз түсінесіз қандай өмір кешкеніңізді, қандай өмір кешетініңізді. Дәл қазір осы жаттығудың арқасында өтетін болсаңыз, өзіңізді басқарып бақылау арқылы денсаулығыңызды дұрыстап, қарым-қатынасыңыз жақсарып, табысыңыз молайып, өзіңізге және әлемге, ұрпақтарыңызға көмегі тиеді. Мұны мен 100%-тік кепілдікпен айта аламын. Өйткені мен өттім, қазір нәтижесін көріп жатырмын. Өте тамаша, керемет. Мұны 15 минуттық, 20 минуттық сөзбен жеткізу мүмкін емес. Оны сезіну үшін, білу үшін, саналы түрде қабылдау үшін әрбір адам сол 8 жаттығуды игеру керек. Ол үшін 10 күндік оқудан өтіп, одан кейін 2 апта бақылауда болып, закрепить ету керек осы өткендерін. Сонда ғана сіздер оны толық игересіздер. Ол жаттығу сізбен бірге өмір бойы қалады. Өзіңізге күнделікті орындайтын, кәдімгі шай ішкен сияқты, тамақ ішкен сияқты, бет жуған сияқты орындай бересіз. Өте қарапайым. Тек қана жаңағы саналы түрде қабылдасаңыз болды, түсінсеңіз болды. Өте тамаша. Сондықтан қазір мен сіздерге айтарым, бұл деген сіз дәл қазір осындай қиын заманда ақпараттың өте әр секунд сайын миллиондаған ақпарат келді. Сол ақпаратты қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін қабылдау үшін және белгілі бір бизнес дамытудағы жаңағы іс-әрекетті қалай істеу керек екенін, ол нәрсе сізге керек па, керек емес па, осы жаттығудың үлкен мүмкіндік тиеді. Кім деген осы жаттығудан өтетін болса, игеретін болса, ол кісінің қандай бизнесте жүрсін, сетевойда жүрсін, өзінің жеке бизнесін болсын, өкіметке жұмыс істеп, разницасы жоқ. Осы 8 жаттығуды игерген адамның табысы 2 есе 3 есеге дейін көбейетін болады. Осы ақпарат туралы, менің айтқаным туралы сіздердің ойларыңыз қандай, ой-пікірлеріңіз қандай, комментарийға жазып, ой бөлісіп отырыңыздар. Кім сенеді, кім сенбейді. Сенбейтіндер 10 күн жаттығудан өтіп көріңіздер. Сенетіндер де өтіп көрсін. Өйткені бұл жаттығу 8 интеллект жаттығу әрбір адамның өмірін өзгертуге 100% кепілдікпен сіздерге гарантиясымен мүмкіндік береді. Соны қабылдаңыздар. Өте тамаша.